Қалайсыңдар, оқушылар, қалдарың қалай? Бүгінгі біздің жалпы кинетика деп аталатын тарауға байланысты келесі тақырыбымыз химиялық тепе-теңдік Ле Шателе Браун принципі. Қазір осы тақырыпты қарайтын боламыз. Маңызды деген тақырып өте көп келеді бұл тақырыпқа байланысты сұрақтар. Сонымен барлық назарымыз осы сабақта болсын. Сабағымызды бастаймыз. Енді бірінші бізде химиялық тепе-теңдік дегеніміз не? Яғни сіздер осы уақытқа дейін көрген боларсыздар, иә? Яғни бізге белгілі бір реакция беріп қояды да. Мысалы ретінде қысымды арттырған кезде жалпы тепе-теңдік қай жаққа ығысады? Оңға, солға, өнім түзілуіне, реагентке, немесе температура арттырғанда, концентрация арттырғанда, міне бүгін сол тақырыпты толығымен қарастырып өтетін боламыз. Енді бұл химиялық тепе-теңдік деп аталатын ұғымды жалпы қалыптастыруға екі ғалым өзінің үлесін қосқан болатын. Ол бізде Ле Шателе және де Браун деп аталатын бұл екі бөлек ғалым болып табылады. Міне Ле Шателе деген Анри Луи Ле Шателе деген міне осы ғалым, және де Браун деген міне осы ғалым болып табылады екен. Екі ғалым бірігіп осы химиялық тепе-теңдік деп аталатын жалпы химиядағы бір тақырыпты қалыптастырып, өзінің екі ғалым бірігіп ашқан екен. Ле Шателе Браун принципі деп аталып кеткен болатын. Осыны біліп жүріңіздер, иә? Енді бұл екі ғалым не дейді бізге? Егер химиялық тепе-теңдіктегі реакцияның жүру жағдайларын, яғни бізге маңызды біз именно химиялық тепе-теңдікте үш жалпы жағдайды қарастыратын боламыз. Ол бізде температураның өзгерісі, екіншісі концентрацияның өзгерісі, және де қысымның өзгерісі, иә? Егер осы үш қосылыс өзгеретін болса, тепе-теңдік сол сыртқы әсерді әлсірететін бағытқа қарай ығысады. Жаттаймыз осыны. Қазір оның қалай теория жүзінде болатындығын айтатын боламын. Яғни температура, қысым, концентрация осы жағдайларды әлсірететін бағытқа қарай ығысады. Міне осы екі ғалымның ұсынған теориясы осылай болып табылады. Яғни немесе сіздерге сұрақ болып келуі мүмкін, мысалы ретінде температура, концентрация, қысым жалпы тепе-теңдікті әлсірететін бағытқа қарай ығысу қай принцип деген сияқты, иә? Сол кезде Ле Шателе Браун деп сіздер айта алуларыңыз керек. Енді теория жүзіне көшетін болсақ. Ал енді оқушылар, бірінші біз бастамас бұрын тура және кері реакция деп аталатын реакциялармен бір танысып өтейікші. Қазір мен сіздерге реакцияларды жазатын боламын. Көміртек плюс O2 SO2 шықсын. Мысалы, көміртек дегеніміз бұл жерде бізде қатты болып тұр, иә? Оттегі ол бізде газ болып тұр. Келесі екінші N2 плюс 3H2, екеуі де газ, және стрелка, екі стрелка жазамын, және де 2NH3 жаздым. Енді тура және кері реакция дегеніміз не? Бірінші реакцияға қарайық, иә? Бізде бұл реакция не болып тұр? Қайтымсыз болып тұр, иә? Не үшін? Қараңыздар, бірінші реакцияға мен бір ғана стрелка қойдым, екінші реакцияға мен екі стрелка қойдым. Бұның мағынасы не ол? Бір стрелка қойсам, ол бізде қайтымсыз деген сөз. Қайтымсыз дегеніміз, яғни біздің реакциямыз, реагентіміз бар, өніміміз бар. Яғни реагенттен өнім алынады. Яғни қайтымды, иә? Қайтымсыз. Яғни бір бағытта ғана жүреді. Ал керісінше өнімнен реагент менде шықпайды. SO2 екіге айырылып қайтадан С плюс O2 түзбейді. Бұндай реакция жоқ, иә? Бізде С плюс O2 қосылып көміртек және оттек деп аталатын екі реагент қосылады да өнімді түседі, SO2 деген. Сондықтан мынаны бір ғана стрелкамен жазатын боламыз. Сондықтан бұны қайтымсыз дейміз. Яғни бізде тура реакция дегеніміз, яғни тек бір бағытта, яғни реагенттен өнім алынатын, кәдімгі біздің күнделікті көріп жүрген реакцияларымыздың барлығы тура реакция болады екен. Яғни кәдімгі реагенттен өнім алынатын. Міне, мынау бізде тура реакция болмайды. Вообще бұл реакцияға жатпайды деп айтамыз. Өйткені көмірқышқыл газы қайтадан бөлініп, көміртек плюс O2 шығара алмайды. Сонда бізде тура реакция дегеніміз реагенттен
өнім алынатын реакция болады екен. Стрелка тек қана оңға ғана жүретін болады. Ал енді кері реакция дегеніміз не? Екінші мысалға назар аударайық, иә? Бұл бізде аммиак түзілетін реакция. Мына жерде менде не тұр? N2 тұр, и H2 тұрда одан не алынды? Аммиак алынды, иә? Аммиак алынды. Бұл сонда бастапқы реагенттерден өнім алынып тұр. Яғни тура реакция болып тұр, иә? Және де не болып тұр? Бізде былай жазаламыз біз. NH3 аммиак 2-ге айырылып, N2 плюс H2 бөлінді деп біз жазаламыз. Яғни бұл несейді? Қайтымды реакция болып табылады. Бұл қайтымды. Яғни уже бізде реагенттен өнім алынады, өнімнен қайтадан реагент алуға болады екен. Бұл реакцияда. Я? Дұрыстап жазайын. Міне, стрелка қалай қарап тұр? Екі жаққа да қарап тұр. Бұны біз қайтымды деп атаймыз, және де бұны біз кері реакция деп атаймыз. Яғни реагенттен өнім алынады, және де керісінше өнімнен біз реагентті алады екенбіз. Міне асан жазамын. Реагент өнім немесе былай жазайыншы, өнім былай реагент алынады. Міне, сонда кері реакция, немесе сіздерге кері реакцияны былай деп айтуға болады. Өнімнен реагент алу, иә? Міне, мынау тура реакция болады, ал керісінше былай болатын болса, ол кері реакция болады. Тура реакция деген біздің көріп жүрген кез келген реакциямыз тура реакция болады. Реагенттен өнім алу. Ал кері реакция дегеніміз ол керісінше өнімнен не алу? Реагент алу. Міне, тура реакция ол оңға қарай стрелка болады, оңға қарай жүретін реакциялар. Ал кері ол солға қарай жүретін реакциялар деп атаймыз. Не былай жүреді. Мысалы, мынандай сұрақтар болады кейде. Мысалы, аммиак түзілуін бір айттық қой, иә? Былай дейді. Тура реакциядағы тура реакция нәтижесінде бөлінетін қосылыс дейтін болса, мына. Тура реакция нәтижесінде бөлінетін қосылыс ол NH3 болып тұр, иә? Тура. Бұлай не алынып тұр? NH3 алынып тұр. Ал егер кері реакция нәтижесінде алынатын қосылыс дейтін болса, онда бұлай болады, мынау екеуі болады. Міне, мынау кері болады. Керіден мынау реагент алынады. Ал турадан бұлай жүреді, яқтан аммиак алынады. Бұл сіздерге осындай сұрақтарда келуі мүмкін. Ал енді қазір біз температура, концентрация, қысымның әсер етуін қараймыз. Ал енді оқушылар, бізде бірінші концентрацияның өзгерісін қарайтын боламыз. Бірінші ережесін оқып алайық. Концентрация өзгерісінің әсері тепе-теңдік күйдегі реакцияда әрекеттесетін заттардың біреуінің концентрациясын арттырса, тепе-теңдік сол зат жұмсалатын бағытқа қарай ығысады. Міне, түсіндік деген ойдамын. Енді соны дәлелдеп көрсетейін. Ең бірінші реакция жазайын. N2 плюс 3H2 2NH3. Міне, бізде бұл аммиак түзілетін реакция болып тұр. Яғни бұны біз бағана не дедік? Қайтымды реакция деп айттық. Ортасын дұрыстап жазайын. Қайтымды, яғни екі бағытқа да жүре беретін реакция болып тұр. Енді бізде концентрация дегеніміз, яғни бастапқы реагенттердің концентрациясын арттыруымыз мүмкін, немесе NH3-тің концентрациясын, өнімнің концентрациясын артуымыз мүмкін. Қазір мен қарастырамын, иә? Бірінші, егер N2-нің немесе H2-нің, иә, мынаның немесе H2-нің, иә, біз концентрациясын егер арттыратын болсақ, яғни N2-нің немесе H2-нің ол бірге жүреді, өйткені ол реагентте тұр, иә? Осылар немесе бөлек, жоқ, мен қазір түсіндіретінім, олар бірдей реагентте тұрған екен, екеуі де бірдей қасиет, яғни концентрация бірдей жүреді, иә? Өнімде бірдей жүреді, и реагентте жүреді. Бірақ сіздерден бөлек-бөлек сұрау мүмкін. Енді қарайық.
егер мен N2-нің немесе H2-нің концентрациясын арттыратын болсам, менде тепе теңдік, қараңыздар, бағана не деді? Заттардың біреуінің концентрациясын арттырсам, тепе теңдік сол зат жұмсалатын бағытқа қарай. Міне, мен реагенттен концентрацияны арттырдым. Сол зат мынау N2 мен H2 қай жаққа қарай жұмсалып тұр? Менде өнім түзілу жаққа қарай, міне NH3-ге қарай жұмсалып тұр. Сондықтан ол не дейміз? Өнімге қарай ығысады дейміз. Міне, біреуінің концентрациясын арттырса, сол зат жұмсалатын бағытқа қарай ығысады. Міне N2 мен H2 қай жаққа қарай жұмсалып тұр? NH3-ге қарай жұмсалып тұр деп айтамыз. Жұмсалу дегеннің мағынасы қандай? Жұмсалу осы заттардың нәтижесінде бір қосылыстау. Мысалы, біз N2 мен H2-нің нәтижесінде аммиак алып тұрмыз ғой, сонда N2 мен H2 жұмсалып, бізде аммиак түзіп тұр. Сонда мен осы бастапқы реагенттердің концентрациясын арттырсам, сол зат жұмсалып, жұмсалу нәтижесінде аммиак алыну бағытқа қарай, өнімге қарай ығысады деп айтамыз. Сонда біз N2-нің немесе H2-нің концентрациясын арттырсақ, тепе теңдікні т деп қоямын. Тепе теңдік деген сөз бізде жалпы оңға қарай ығысады, яғни аммиак түзілу бағытқа, яғни ығысады деп қоямын. Ығысады. Міне тағы бір түсіндірем. Міне, бірінші заттардың біреуінің концентрациясын арттырса, тепе теңдік сол зат жұмсалатын бағытқа. Бізде реагент бар, өнім бар. Реагент жұмсалып, өнім түседі. Өнім жұмсалып, реагент түседі. Осын бөлек жазып қояйыншы. Реагент жұмсалып, өнім түзеді. Міне, бұл бір ереже. Екінші, өнім жұмсалып, реагент түзеді. Міне, егер N2-нің немесе H2-нің екеуіне жалпы реагентке қатысты. Егер реагенттің концентрациясын арттырам, реагент қай жаққа жұмсалып тұр? Өнім түсіру. Мен айттым ғана, реагент өнім түсіру бағытқа жұмсалады. Сонда ол былай қарай ығысып, нәтижесінде өнімге қарай, оңға қарай ығысады деп айтамыз. Ал егер мен бұның N2-нің, H2-нің концентрациясын егер мен төмендететін болсам, онда ол өзіне қарай ығысады. Яғни осыған керісінше жүре салады, егер азаятын болса. Міне, егер мынаны азайтатын болсам, бұлар өзіне қарай жұмсалады. Мен арттыру деген сөз, ол жанына кетеді, ал азайту өзіне кетеді. Тағы бір ереже. Концентрация арттыру жанына кетеді. Жанына деген теңдіктен кейін деген сөз. Надан кейінгі, яғни оң жаққа қоя, концентрация арттыру жанына кетеді. Төмендету өзіне кетеді. Өзіне деген реагенттен мен төмендеттім ба, қайттан реагентке кетеді. Өзіне кетеді. Міне, тағы бір түсіндірем. Міне, арттырдым, жанына кетеді. Төмендеттім, өзіне кетеді. Болды, міне осылай. Сіздерге бұлай сұрақ келеді. Реакция беріп қояды өздері. Азоттың концентрациясын арттырғанда тепе теңдік қай жаққа қарай ығысады дейді. Міне, N2 тұр, концентрациясын арттыру. Яғни N2 просто, ол ешқандай коэффициентке де қарамаймыз, просто осы жүреді. Концентрацияға осы ережені жатаймыз, болды. Міне, мынау реагент, мынаның жалпы бәрі реагент.
мынаның жалпы бәрі өнім, иә? Енді N2-нің концентрациясын арттырамын, жанына кетеді. Теңдіктен кейінгі мынау аммиак түзілу бағытқа, оңға. Аммиак қақта тұр? Мына реагент, асан жазайыншы. Көбінесе оңға, солға деп айтады, кейде қазір айтам. Мынау бізде сол болып тұр, иә? Сол. Ал мынау оң болып тұр. Сонда мен арттырамын, яғни оңға қарай кетеді. Міне арттырамын мен, жанына кетеді, яғни ол оңға. Немесе өнім түзілу бағытқа, соның ішінде аммиак түзілу бағытқа, именно осы текстта. Яғни, міне дейді, N2-нің концентрациясын арттырсам, тепе-теңдік ығысатын жағдай дейді. Сол кезде сіздер жауапта болады. Аммиак түзілу бағытқа деуі мүмкін, немесе оңға деуі мүмкін. Сол кезде сіздер шатаспауларыңыз керек. Яғни оңға немесе аммиак түзілу бағытқа деп айтады екенбіз. Арттыру түсіндік. Енді кему қандай? H2-де тура солай. H2 арттырдым, өнімге қарай оңға қарай кетеді. Ал егер мен төмендетемін, бағана арттырғанда мыняққа кетеді ғой. Ал енді керісінше мен төмендетем, өзіне қарай кетеді. Міне, бұлай кетеді. Болды. Міне, төмендеттім, өзіне қарай кетті. Өзіне кетеді, нәтижесінде тепе-теңдік былай қарай ығысады, яғни солға қарай. Сонда N2-нің концентрациясын төмендеткенде тепе-теңдік ығысу жағдай дейтін болса, онда ол солға қарай немесе реагент түзілу бағытқа қарай деп сұрауы мүмкін. Болды, міне осы ереже. Енді бұл тек қана біз реагентке ғана. Мынаның барлығы реагент үшін біз айтып тұрмыз. Ал қазір өнім үшін. NH3-ке қалай бұл жүреді екен? Бірақ мынау астындағы мынау фиолетовыймен жазған ереже бәріне ортақ жүреді. Енді өнім, яғни біздің именно бізде не болып тұр? Аммиак болып тұр. Егер мен аммиактың, NH3-тің концентрациясын арттырсам, міне, мынаны арттырамын, еседің бағына жұмсалу бағытқа. Аммиактың жұмсалу бағыты қайсы? Жұмсалу. Өнімнің, ана қараңыздар, өнімнің жұмсалатын бағыты реагент. Мынаны арттырамын, жұмсалу бағыты мынау. Сондықтан есеміз тепе-теңдік реагентке ығысады. Яғни NH3 жұмсалып нені түзіп тұр? Реагентті түзіп тұр. Міне. Ал енді керісінше NH3 концентрациясын төмендетем, мынаны төмендетем, өзіне қарай ығысады. Өзіне қарай кетеді. Тепе-теңдік өзіне қарай кетеді, ығысады. Бір түсіндіріп өтейін. Тура бағанадай болып тұр. NH3-ті арттыру. Арттыру деген сөз жанына кетеді. Арттыру, міне, арттыру жанына кетеді. Жаны қайсы? Мынау теңдіктен алдын тұрған реагент сол жақ. NH3-тің концентрациясын арттырамын, онда ол сол жаққа реагент түзілу бағытқа деп атайды. Ал егер мен оны төмендетемін, мынаны төмендетем, қайттан өзіне келеді. Сонда NH3-тің концентрациясын төмендету өнімге қарай ығысады, өзіне қарай ығысады, немесе оңға қарай ығысады. Осыны жаттаймыз. Бұл сіздер жалпы бұның қалай жүретіндігін, смыслын біліп алсаңыздар, бұл ары қарай сіздер жалпы істеп кетуге болады негізі. Міне осы концентрацияға байланысты. Сіздер білетіндеріңіз, концентрация, реагент қайсы, өнім қайсы. Просто соны ығыстырасыздар, болды. Ода ешқандай коэффициентте, ол қандай қосылыс, ешқандай да рөл ойнамайды. Тек қана реагент бар, өнім бар, сол жақ бар, оң жақ бар. Болды. Сонымен жұмыс жасайсыздар именно концентрацияда. Келесі оқушылар, бізде қысымның өзгерісін қарайық. Бірінші ережені танысып алайық. Қысым өзгерісінің әсері қысымды арттырғанда газдар көлемінің, яғни молінің азаю бағытына қысымды. Яғни қысымды арттыру газдар көлемінің азаю бағытына. Қысымды төмендету газ көлемінің көбею бағытына қарай ығысады екен. Енді
мен сіздерге мысал келтіріп қояйын. N2 3H2 2NH3, яғни аммиак түзілетін реакцияны қарастырайық. Енді қысым әсер етеді осы қосылысқа, иә? Ережесін оқыдық. Ең бірінші, қысымды анықтамас бұрын біз реакцияға мән береміз. Ең бірінші, реакцияға мән қараймыз. Біздің реакциямыз теңестіріліп тұру керек. Яғни теңеспесе теңестіреміз. Теңестіру деп жазып қоямыз қазір үстіне. Ең бірінші қысым әсер еткен кезде жасайтын іс-әрекеттеріміз. Мына жерде қазір 3-2 деп қойылмай, яғни ешқандай коэффициент қойылмай берілуі де мүмкін. Бірден біз қысымды анықтап кетпейміз, несеміз реакцияны теңестіріп аламыз. Екінші жасайтын іс-әрекетіміз ол агрегаттық күйлерді анықтау. Агрегаттық күйлерді анықтау. Агрегаттық күйлерді анықтау. Яғни теңестіріп алдық, одан кейін әр қосылыстың агрегаттық күйлерін анықтайтын боламыз. Енді әсіресе бізде агрегаттық күйлердің ішінде сұйық және газ деп аталатын қосылыстар болады ғой, иә? Сұйық пен газ. Осыларға ғана бізде қысым әсер етеді, жүреді, яғни именно газ бен сұйық болған кезде ғана. Ал қатты болған кезде жүрмейді. Егер сіздер жалпы белгілі бір реакция беріп қояды ғой, сол реакцияның құрамынан қатты зат көрдіңіздер ма? Болды. Онымен жұмыс жасамаймыз. Оны мүлдем мән бермейміз. Өйткені қатты затқа қысым әсер етпейді. Қасында газ тұр ма, тек сонымен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Енді қосылысымыздан агрегаттық күйлерін анықтайық. N2 қандай? Газ, H2 газ, NH3 газ. Бәрі газ, гомогенді реакция, яғни бұмен барлығына да қысым әсер етеді. Қазір мен қаттыға байланысты реакция көрсететін боламын. Енді қарай, біздің оған қысымды анықтамасқа дейінгі біз жалпы жағдайлардың бәрін жасап алдық. Енді қысымды анықтайық. Бізде қысымды анықтау ол газдардың моліне, мына жерде моль, моліне байланысты жүреді. Моль дегеніміз не еді? Яғни қосылыстың алдындағы коэффициент. Біз әр элементтің, қосылыс болады, бізде реагент болады, өнім болады, соның алдындағы бізде коэффициенттер болады, ол бізде нені береді? Мольді береді екен. Енді мына жерден реагенттің ішінде өнімнің мольдарын анықтап алайық. Бірінші, реагент ол не болып тұр? N2 плюс H2 болып тұр. N2-ның алдында 1 бар, яғни ол көрінбейді, 1 бар, ішінде 3 бар. Мына жерде N2-ның алдында жоқ екен деп 3 деп алып қоймаңыздар. Бізде ол көрінбейді, 1 деген көрінбейді. Яғни кез келген қосылыстың алдында ештеңе жоқ па, ол 1 бар деген сөз. 1-ге 3-ті қосамыз, сонда 4 деген жалпы коэффициент бар екен реагентте, Міне, N2 мен H2 бізде реагент, оның алдарындағы N-ның алдында 1 бар, H2-ның алдында 3 бар, 3-ке 1-ді қосам 4. Сонда реагенттегі жалпы моль, яғни коэффициент саны 4 болып тұр екен. Ал енді өнім санайық. Өнім бізде NH3 қана болып тұр, оның алдында не бар? 2 бар. Содан өнімнің жалпы коэффициенті молі деп атайық, молі 2 болып тұр екен. Енді сондықтан қысым дейтін болса, ең бірінші мольге мән беретін боламыз. Жазайық астына. Қысымды біз P деген әріппен белгілейміз, Қысым, егер мен оны арттырсам, тепе теңдік, міне қазірді. Міне, егер реагенттен, именно былай жазайыншы, қазір, өшірейін, реагент деп жазайыншы. Реагенттің қысымы. Реагент 1. Реагенттің қысымы деген сөз. Яғни, реагенттің қысымын арттырсам, қараймыз. Реагентте 4 болып тұр. Өнімде 2 болып тұр. Егер мен 4-тегі, яғни реагенттегі қысымды арттырамын, онда не деді бағана? Қысымды арттырамын газдар көлемінің азаю бағытына.
төртте уже төрт жақтағы яғни реагентте 4 болып тұр ғой, иә. Содан мен уже қысымды арттырсам, аз жақ қайсы? Өнімде 2 ғана болып тұр. Содан ол мына өнімге қарай ығысатын болады. Сонда қысымды арттырам реагентте, тепе-теңдік жалпы өнімге қарай ығысады. Міне қарақшы, мына жерде 4, мына жерде 2. Мынаны арттырсам, уже 4 уже көп, яғни аз жаққа қарай бармай, мынау NH3-ге қарай. Болды, сонда 2-ге қарай барады. Ал егер мен 4-тегі, яғни реагент, мынау қараңыздар, реагенттегі қысымды арттырам, мынау N мен N2-ге де H2-ге де қатысты болып тұр. Мен оның алдындағы коэффициенттерді қосып 4 деген мольді шығарып алдым. Яғни 4 деген ол реагентке сәйкес келіп тұр. Мен қазір 4 деп айта берем, иә. Яғни реагенттегі концентрацияны арттырамын 4 болған үшін, иә. Жоқ, жалпы 4 деген ода көп болып тұр. Реагентті арттырамын, ол 10-ға қарай ығысады. Не үшін? Уже бізде реагентте 4-теу, өнімде аз ғана 2 ғана. Содан арттырам, уже аз жаққа 2-ге қарай ығысады. Яғни, мына стрелка салып қойдым. Ал егер реагент қысымды төмендетемін, тепе-теңдік. Қазір. Міне. Реагент, мынада 4, мынада 2. Егер мен 4-тегі қысымды төмендетем, ол өзіне қарай ығысып кетеді. Не үшін? Өйткені 4 арттырдым аз жаққа. Ал қараңыздар, төмендеткен кезде көбею бағытқа. Міне, 4 қараңыздар, азайттым, 4 уже көп болып тұр, 4-ге қарай ығысады. Қараңыздар, 4-ге қарай жалпы азайтамын, уже 4-те уже аз болып қалды да. Бағана біз арттырдым аз жаққа, 2 аз жаққа қарай ығысты. Ал уже 4-те азайтамын, ол өзіне қарай ығысады. Мына ереже сақталып тұр ғой. Сонда тепе-теңдік не істейді екен? Өзіне қарай, яғни реагент түзілу бағытқа қарай ығысады екен. Тағы бір түсіндірем, қараймыз. Мынау ереже бойынша жүріп жатыр барлығы. Міне. 1, 3, 4 екенін анықтап алдым. Одан 2 екендігін анықтап алдым. Міне 4 көп, 2 аз. 4-тен қысымды арттырамын аз жаққа. Қараңыздар, уже 4 менде не істейді? Көп болып тұр. 4, 2 қайсы көп? 4 көп. Яғни бұны арттырамын. Ол же қараңыздар, реагент өзіне қарай жібере алмайды, өйткені өзінде сан көп болып тұр. Аз қайсысы? Өнім аз болып тұр, 2. Сонда мына жаққа қарай ығысады. Егер өзіне қараңыздар, 4 көп болып тұрып, мына жерде 2 өзіне қарай ығыстырып жүрсе, ол өзінде көп болып кетеді, уже өнімде аз болып қалады, иә? Сонда 4 көп болып тұр, ол мына жаққа қарай ығысады. Сонда міне 2-ге қарай, өнімге қарай ығысты. Реагент қысымды көтеремін, өнім түзілу бағытқа, аммиак түзілу бағытқа, немесе оңға қарай ығысады деп атаймыз. Ал жалпы мына ереже шығып тұр ғой, қысымды арттырамын, көлемнің азаю бағыты 4 арттырамын, мына арттырамын, азаю бағыты 2 болып тұр. Ал енді керісінше мен мынаны төмендетемін, именно реагентті ғана айтып отырмын қазір. Төмендетемін, онда не болады? Газ көлемінің көбею бағытын. Яғни уже қараңыздар, төмендетем, өзіне қарай ығыса салады. Уже 4-тен мен уже төмендетіп жатырмын, уже өзіне сәл азайып жатыр, өзіне қарай кетеді. Мынау жазумен жазған ережені жаттап алсаңыздар болды. Енді NH3 үшін қалай болады? Егер өнімдер жазам, 4-2 тұра береді, енді мен сем өніммен жұмыс жасаймын. Енді NH3-пен жұмыс жасаймын. Бағана мен мұнамен жұмыс жасап келдім. Енді бұл жоқ, уже реагент айтып қойдым. Өніммен ғана жұмыс жасаймын. NH3-пен ғана жұмыс жасаймын. Өнім қысым арттырамын, тепе-теңдік. Қараймыз. Мен NH3-тен егер қысымды арттыратын болсам, қараңыздар, арттыру
көлемнің азаю уақытына. NH3-тен мен арттырамын. Қараңыздар, уже мына жаққа кете алмайды. Өйткені өзінде аз болып тұр. Арттырса өзіне қарай кету керек, е? Міне. NH3 жақтан мен қысымды арттырамын. Ол өзіне қарай кетеді. Өйткені өзінде аз болып тұр. Я? Мысалы, қараңыздар, қалай өмірмен байланыстыруға болады? Мысалы, менің қолымда бір алма бар. Былай айтсайшы, менің қолымда бір алма бар, и менің досымның қолында екі алмасы бар. Қазір өмірмен байланыстырып бір түсіндіріп көрейін, я? Мына жерде мен тұрмын. Қолымда бір алма бар. Бір алма бар дейді. Мына жерде мен досым тұр. Қолында екі алмасы бар. Екі алма дейді да. Енді менің мамам келеді да. Мама деп ойлайық та. Мынау мен, мынау досым, и мынау мамам. Мамам маған тағы бір алма алып келеді. Я? Қараңыздар, сонда менде біреу ғана бар, досымда екеу бар. Енді мына алма кімге береді? Ол маған береді, өйткені менде аз болып тұр. Ол мынаған бере алмайды, өйткені ол көп болып тұр ғой. Мына менде аз, енді менде біреу ақ бар. Маған берсе, не болады? Менде жалпы көбейеді. Екіге бере алмайды, мынаған бере алмайды, үшеу болып кетеді. Үшеу болады, менде біреу ақ болып қалады. Сондықтан не дейді? Мамам маған алманы, өзінің қолындағы бір алманы маған береді деп айтады екенбіз. Тура солай болып тұр. Қараңыздар, мынада екі, міне, арттырамын. Өзіндегі бар қысымды жалпы басқа біреуге бере алмайды, өйткені өзінде аз, я? Мына 4-ке қарай бері жүре алмайды, өйткені өзінде аз. Сондықтан есейді екі өзіне қарай кетеді, былай кетеді. Міне, өнімде қысымды арттырамын, тепе-теңдік есейді былай қарай кетеді. Жоқ, арттырдым, дұрыс. Міне. Қазір. Екі. Міне, арттырдым, қысымда қайтадан өзіне қарай кетеді. Арттырдым, өзіне қарай. Өнімде жүріп жатыр, я? Келесі, егер өнім қысым төмендетемін. Қысымды төмендетемін, міне. Мынадан қысым төмендетемін. Уже не істейді? Керісінше жүреді, я? Міне. Қысымды төмендету көбею уақытқа. 4 көп па, 2 көп па? Оны мынаған кете салады. Болды. Тепе-теңдік. Міне. Реагентке қарай кетеді. Сіздер міне арттырған кезде аз жаққа, көбейткен кезде көбейткен кезде аз жаққа, ал төмендеткенде көп жаққа ығысатынын біліп алсаңыздар болды. Міне мен барынша түсіндіргенім осы. Ары қарай түсініп кету, ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Барлық назар салып түсінсеңіздер болды. Ал енді оқушылар, сіздерге қатты болған жағдайды бір түсіндіріп жібере салайыншы. SO2 плюс С тең 2 СО, я? Анықтайық. SO2 ол газ. Қараймыз. Көмір болып тұр мына жерде, қатты болады. Мынау газ болады. Қараймыз. С деген, кәдімгі біз үйде көмір жағамыз ғой, я? Тура сол көмір. Көмірді ұстасаңыздар не болады? Қатты болады. Болды, мына сол көмір, яғни қатты болып тұр. Бұған мән бермейміз. Мән беретін тек SO2 и SO ғана қалды. Болды. Енді қарайық. Мынаның алдында 1 деген коэффициент бар, сонда реагентте біреу ғана болып тұр. Ал өнімде екеу болып тұр. Енді реагентті қарайық. Жазам. Реагент қысым арттыру. Мынаның қысымын арттырсам, өзіне қарай кетеді, өйткені өзінде аз. Аз неққа қарай кетеді. Реагент қысымды төмендетемін. Төмендету көп жаққа, не мынаққа қарай кетеді.
жазайын. Төмендету, яғни тепе теңдік былай қарай кетеді. Келесі өнім. Өнімде қараймыз. Қысым арттырам. Мынау өнімде қысымды арттырсам, қараңыздар, қай жақ аз? Мына арттыру аз жаққа. Бір аз мына жаққа қарай кетеді. Қараңыздар, екіде өзі қысым бар, аз жаққа қарай кетеді. Тепе теңдік несейді былай қарай кетеді. Өнім қысым төмендету, яғни төмендетсе көп жаққа. Міне, төмендету өз жағына қарай кетеді. Төмендету жалпы көбею жаққа, яғни екі өзіне қарай кетеді. Болды, мынау жалпы текстпен жазылған мынау нені жаттап алсаңыздар, болды, сонымен кете береді. Мынау былай өзіне қарай кетеді. Енді тағы бір жалпы не бар? Бізде именно қысымға байланысты. Біз айттық, қаттымен қарастырдық, жалпы газ болған кезде қарастырдық, иә. Енді тағы бір мынандай ерекшелік бар. Егер де қосылыстардың бәрі газ, сұйық, бәрі келіп тұр, қатты емес, иә, келіп тұр. Мысалы жазайықшы. H2O2 H2O2 деген, яғни H2 плюс O2 бізде сутек пероксидін бөледі, иә. Мысалы, сондай бір реакция бар, иә. Енді осы жалпы реакцияны қарайтын болсақ, мынаның алдында не болып тұр? Бұл сәйкес келіп тұр, мынау газ, иә. 1. Еседі, барлығының алдындағы моль саны бірдей болып тұр. Сондықтан бұл реакцияда қысым әсер етпейді дейміз. Егер қосылыстың реакцияның алдындағы жалпы реагент болсын, өнім болсын, барлығының алдындағы, реагент пен өнімнің алдындағы коэффициенттің барлығы бірдей болып тұратын болса, онда не болады? Оған қысым әсер етпейді. Қысым әсер етпейді. Егер мынандай тағы да біз осындай жағдай, тағы да мынандай болып қалса. Енді қазір реакция қатты ойыма келмей тұр, бұл неге байланысты? Мысалы, мынақта бірінші реагент болсын, 1, екінші реагент и 3 өнім болсын, мысалы ретінде, иә. Міне, мына екеуі 3, мынау 3 тең-тең, бірдей болып қалатыр. Сонда бұған қысым әсер етпейді деп жатаймыз. Өнім мен реагенттегі коэффициенттер қосындысы бірдей болып қалатын болса, қысым әсер етпейді деп оны қалдырып кетесіз. Жауапты істер болады. Осы уақытқа дейін оны кездестірген боларсыздар, иә. Осы реакция беріп қояды, қысым әсер етпейді деген жауап болады. Соны таңдайсыздар, егер коэффициенттер саны бірдей болып қалатын болса. Енді температураның жалпы әсер етуін қарайық. Температураны көтергенде тепе-теңдік эндотермиялық реакция бағытына көтереміз, эндоға төмендетеміз, экзотермиялық реакцияға қарай барады екен. Енді эндо-экзо дегенге бір тоқталып өтейік. Міне, төбесін жазайын мен. Экзо дегеніміз тең, ол плюс Q болған жағдай. Яғни жылу бөлінеді. Ал егер эндо болса, тең минус Q. Сіңіріледі, жылу сіңіріледі. Міне. Енді мысал келтірейік. Яғни бұл жерде ондай негізі барлық газ бен сұйыққа жүреді. Именно осы кинетика деп аталатын бөлім газ бен сұйыққа ғана байланысты. Қатты болса, бұл именно сіздерге қатты беріп қоймайды. Енді әсіресе температура біз қараймыз плюс Q, минус Q-ға қарайтын боламыз. Бірақ қатты болса, ол әсер етпейді, иә. Енді қарайық. N2 H2 2NH3. Енді бұл жерде біз коэффициентке қарамаймыз, плюс Q, минус Q-ға қараймыз. Плюс Q. Қараңыздар, мен бірден жазбай тұрайыншы. Егер де сіздерге былай деп жазып қояды. H тең минус Q деп жазып қояды. Мынандай реакция береді, и жанына осы жазып қояды.
яғни бұл жердегі сіздер мына жерге минус q болса мынаған минус q деп жазып қоймайсыздар. Керісінше мынау h-та минус q дей ма, мынаған плюс деп жазып қоясыздар. Қарама қарсы жүреді. Минус дей ма, плюс жазасыздар. Плюс дей ма, минус жазасыздар, иә. Әсіресе осы h-ты шатастырып береді сіздерге. H мынау реакцияны өзі беріп қояды. H минус q болған жағдайдағы жалпы температураның өзгеруі дейтін болса, мына h мына минус жазып қоймаңыздар, плюс деп жазамыз, иә. Плюс q болады. Енді қараймыз. Егер мен температура мынау регент бойынша айтатын болсам, қазір регент бойынша егер температураны арттыратын болсам, қараңыздар, температура арттырамын мына жақта. Қараңыздар, мынау өнімде уже жылу бар деген сөз. Жылу бар, иә? Уже өнім жақта жылу болып тұр. Плюс q болып тұр. Қараңыздар, жылу бөліп, уже мынақта өте көп жылу бар деген сөз. Ал мына жақта уже жылу жоқ. Плюс q. Яғни уже өнім жақта жылу бар, ал мынақта регентте жылу жоқ. Иә, жылу жоқ. Енді мен арттырамын. Міне, бірінші былай істеп алыңыздаршы. Реакция беріледі. И плюс q минус екені жазылып тұрады ғой, иә? Уже мынау өнімде плюс q болды, уже жылу бар деп жаттап алыңыздар. Жылу бар деп белгілеп қойыңыздар. Жылу бар. Мына жақта жылу жоқ. Немесе минус q деп көп мұғалімдер айтады. Осылай белгілей берейік, иә? Мында уже қараңыздар, плюс q жылу бар уже, иә? Плюс болып тұр. Мында уже жылу жоқ реагентте. Оған бізде белгілі бір не жоқ, иә? Енді егер мен реагенттегі жалпы температураны арттырамын, қараңыздар, арттырсам не болады? Көтергенде эндо, қараңыздар, көтергенде эндоға қарай кетеді. Эндо қайсы? Мынау болып тұр менде, иә? Қараңыздар, мысалы былай осы ереже бойынша жүреді, немесе қараңыздар, мен реагенттен температура көтеріп тұрмын. Мына жаққа қарай кетпейді, өйткені ода жылу бар, міне жылу бар деп айтып қойдым, иә? Ал өзінде жылу жоқ. Өзінде қараңыздар, реагенттен жылуды арттырдым, температура ол мына жаққа қарай кетті. Өйткені өзінде жылу жоқ болып тұр. Қараңыздар, өзіне жылуды арттырады да басқаға бермейді, өзіне жоқ болатын болса. Ол өзіне қарай кетеді. Сосын температура не болады? Тепе-теңдік, температураны арттырған реагентте ол өзіне қарай кетеді. Реагент температура төмендетем уже. Қараңыздар, температура төмендетем. Қараңыздар, өзінде төмен температура, қараңыздар. Қайттан төмендетсе не болады? Вообще жоқ болып кетеді ғой, онда қос болмай қалады ғой. Өзінде температура аз, міне мынау реагентте аз жоқ, уже жылу жоқ. Қайттан төмендетсем не болады онда? Онда ол не істейді? Өзінің жанындағына бер жібере салады. Болды, сонымен тепе-теңдік былай қарай ығысады. Міне осылай ойша анықтайсыздар. Тағы бір түсіндірем. Бірінші анықтайтын іс-әрекеттеріңіз h беріледі, минус дейсіздер, минус берілетін болса, плюс деп жаза аласыздар, плюс q. Енді реагентте бізде жоқ, өнімде плюс q бар ма? Онда ол жылу бар, иә? Плюс дегені ол бар деген сөз. Сонда өнімде жылу бар болып тұр, ал уже реагентте мынақта жылу бар, анда не болады? Жылу жоқ болады. Біреуінде бар болса, біреуінде жоқ болады. Өнімде уже бар, плюс q деп жазып қойдық. Ал реагентте ол жоқ, ол минус q. Енді мен реагенттен температура арттырамын, уже қараңыздар, өзінде жылу жоқ, ол өзіне қарай кетеді. Жанындағы жылуы көпке бермейді, өзінде аз болғаннан кейін ол өзіне қарай міне кетеді. Мына жаққа жазып қойдым. Енді тағы жылу төмендетем, өзіне қарай кетпейді, өзінде жылуы азға аз кетпейді ғой. Міне төмендеткенде экзоға қарай кетеді, яғни мына жаққа қарай кетеді. Болды, сонымен осылай. Енді өнім жас көрейік енді. Өнім температура арттырам. Міне арттырам. Өнімге қарай NH пен жүргізіп жатырмын. Арттырамын.
не болады? Эндоға қарай кетеді. Өйткені қараңыз, арттырамын, өзінде жылу бар. Жылу бар, тағы жылу қоспайды ғой, жылу азға қарай береді. Жылу аз кімде? Реагентте. Содан арттырамын, тепе-теңдік былай қарай жүреді. Я? Енді мен стрелканы белгілеп жатырмын ғой, реагент түзілу уақытқа солға деп айтады сол кезде, немесе N2 мен H2 түзілу уақытқа деп айтуы мүмкін. Сол кезде сіздер белгілейсіздер. NH-тың өзіне жылу бар, еще өзіне плюс Q бар. Нешеде өзіне қарай бермейді, жанындағы досына береді. N2 мен H2 реагентке береді. Болды солай. Енді өнім егер төмендетеді, уже нешейді, төмен болып тұр. Төмен, уже төмен минус Q болып тұрған досына бере алмайды уже. Еще төмен температураны досына бере алмайды. Досының өзіне минус Q болып жатыр уже. Минусқа кетіп жатыр уже ол. Минусқа кеткен тағы минус жібермейді ғой. Содан ол өзіне алып қалады. Сонымен температура төмендетемін. Не болады? Өзіне қарай кетеді екен. Міне барлығы мынау не бойынша жүріп жатыр. Осыны ережелер біліп алсаңыздар. Мен жалпы өзім осыны түсіндіріп жатырмын да. Міне көтеремін, эндоға кетеді, төмендетем, экзоға қарай кетеді. Болды, осымен температура аяқталды. Енді оқушылар, өнім минус Q болған жағдайда бір көрсете салайын. Мысалы, 2H2O 2H2 плюс O2. Қараңыздар, былай дейді, дельта H 72 килоджоуль. Міне, осы реакция беріп қояды, и мынаны беріп қояды. Қараймыз, мынақта не болады сонда? Q қандай болады? Мен айттым, плюс болды ма? Мынаны минус болады. Мынаған плюс, ойбай, 572 деп уже бізде беріліп тұр. Қараймыз, 572 плюс 572. Не болады мынақта? Минус 572 килоджоуль деп жазып қоямыз. Килоджоуль. Вот, плюс болса, мынау реакцияға минус деп жазамыз. Енді қарайық, тесті жазып тастайық. Реагентте. Қараңыздар, мынау минус болды. Онда не болды мына жер? Плюс болады, плюс Q болады. Өнімде уже минус болып жатыр, минусқа кіріп жатыр минус. Өнім. Ал керісінше реагент не болып жатыр? Көтеріліп жатыр, жылу көтеріліп жатыр. Енді реагент арттырамын. Не болады? Өзіне қарай бармайды. Қарамыз, көтергенде эндоға қарай барады. Көтеремін. Сіздер анықтайсыздар, қайсы минус плюс екенін біліп алсаңыздар, болды, мынау ережеге жүре бересіздер. H2O көтеремін, эндо қайсы? Өнім. Температура арттырамын. Тепе-теңдік былай кетеді. Реагент. Температура төмендетем. Қараңыздар, баны арттырдым, уже минусқа кіріп жатқан өнімге кетті. Енді мен төмендетемін, уже кризис минус болып жатқан өнімге емес, неге барады? Өзіне қарай береді. Минус болып жатқанға тағы минус қосып бермейді ғой, міне. Төмендетемін, экзо. Қара, экзо қайсы? Ненің өзі болып жатыр? Реагенттің өзі болып жатыр. Температура былай кетеді. Өнім. Температура арттырам. Жазам. Өнім. Қараймыз. Өнім арттырам. Неге барады? Өзіне қарай барады. Өйткені өзі эндо болып жатыр, міне эндо. Уже өзі жылуды көтеремін, өзіне қарай, өзіне бармай, кімге бар едіңді, өзі минусқа кіріп жатыр, минус 572 болып жатыр. Яғни эндо болып жатыр. Содан тепе-теңдік өзіне қарай кетеді. Ал енді өнім температура төмендетем. Минус болып жатқан неге өзі қайтан төмен температура бере ма? Жоқ, мынаққа кетеді. Міне, төмендету экзо. Экзо мынақта. Тепе-теңдік былай кетеді екен. Болды, осымен бітті. Температура сіздер білетін нәрсе, осы ереже біліп алсаңыздар, қайсысы? Міне, плюс 572 ма? Онан ал минус 572, уже өнім минус болды ма? Мынау керісінше плюс болады. Ал өнім плюс болды ма? Реагент минус болады. Міне, осымен температура аяқталды. Ал енді оқушылар,
бүгін сіздерге ле шателе браун деп аталатын ғалымдардың ережесі сіздерге қызықты болды деген ойдамын. Негізі өте қызықты бір жалпы тақырып деп айтуға болады. Міне химияның ең бір қызықты тақырыбы деп айтуға болады. Сондықтан жақсы отырып түсіндірдім деген ойдамын. Енді барынша түсіндіруім осы. Енді әрі қарай тапсырма орындауда, өздеріңіз практика жасауда жақсы біліп кетесіздер деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.